армысыздар ма, студенттер? Мен нан макарон және кондитер өндірісі мамандығының арнайы пән оқытушысы. Менің аты жөнім Өтегенова Галия Абданқызы. Бүгінгі күнімізге сәттілік тілей отырып онлайн сабағымызды бастайық. Сабақтың тақырыбы ашытқалы қамырдан жасалған бәліш. Ал бастайық. Құрамына кіретін заттар: ұн 600 грамм, маргарин 250 грамм, сүт 240 грамм, тұз 5 грамм, шекер 5 грамм, құрғақ ашытқы 5 грамм. Жылы сүттің ішіне қант, тұз саламыз. Құрғақ ашытқы бәрін араластырамыз. Оның ішіне маргаринді саламыз. Қамырды илейміз. Біріктіреміз. Енді жылы сүтті саламыз. Қамырды илейміз. Кесектер болмау үшін қамырды жақсылап илейміз. Илейміз. Қамырды елегенден кейін жылы жерге жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны аламыз. Бөлшектерге бөлеміз. Бөлінген қамырдан мынандай әдемі дөңгелек пішінде береміз. Дөңгелектерді 5-10 минут демалтырып қоямыз. Дөңгелектерді енді жаямыз. Қамырдың ортасына начинка саламыз. Начинкамыз езілген картоппен, қуырылған пияз, тұз саламыз, араластырамыз. Енді жайылған қамырдан бәліш істейміз. Бәлішіміз 20 минут тұрғандан кейін үстіне жұмыртқа жағамыз. Печті алдымен 180 градус қыздырып қоямыз. Қызыған духовкаға саламыз. 25-30 минутқа қоямыз. Бәлішіміз дайын болды, енді духовкадан шығарамыз. Бәліштер осылай көрінеді.